Әй Жанар, сен менің баламның басын үйде қатырғаныңмен қоймай, жұмыс жасауға да мүмкіндік бермей, әбден миын ағыздың-ау. Ызыңдап алып, не деген адамсың? Немене кімнің баласын қамқорлыққа алайын дедің? Ағаң өлсе, өгей шешесі бар. Саған ешкім сөз берген жоқ, Дариға, деді Жанар. Бұл сөзді телефонның арғы жағынан Ербол да тыңдап тұрған. Шешесіне солай айтқанын естіп, Ербол ойбайлап айғайлап жатыр. Қарсы алдында тұрып, келінінен осы сөзді естіген Дариға ашу тауының ең биік шыңына шығып, кезекті операсын бастады. Ей, бедеу қатын, менің аузыма қақпақ болатын кім едің? Мен сенен сөз сұраймын ба? Баламның басын айналдырып тиіп алып, неше жылдан бері бір жеріңді аңдығанымыз жетер. Кімнің баласын асырағың келеді, соны асыра. Бірақ менің баламның енді жанынан көрмейтін болайын. Сен келгелі берекеміз кетіп, қыздарым да үйіме келмейтін болды. Бәрі сенің арам пиғылыңның кесірінен. Балама балшықтан жасасам да басқа қатын алып берем. Айтпады деме. Ертеңгі күні көзің сүзіліп балама көз сүзуші болма. Бала сенімен ешқайда бармайды, құрт көзіңді. Бүгін кететін жағыңа, деді. Бедеу мен емес, сенің балаң. Дәрігердің бәрі айтқан оны. Балаңның белсіз екенін білмедің бе? Көзің ақиып мені кінәлайсың. Балаңа тонналап балшықтан басқа қатын алып берсең де ұрпағы болмайды, соны біл, деп. Жанар киімдерін жинап, бір сөмкесін алып есіктен шыға берді. Дарбазадан шыға бергенде артынан жүгіріп шыққан Дариға: «Ой, сайқал, Құдай бар болса, Құдайдан тап. Сенің ызыңдағаныңа көнген баламның ақ көңілі атсын сені. Өмір бойы жатырың қанамай, сен де баласыз өт», деп қарғады. Дариғаның ары қарайғы сөздерін тыңдамай, құлағын жауып алып, миына қан жүгірмей қалғандай аяқ-қолы қалтырап, көзінен жасы тоқтамай ағып, Жанар көше бойымен жаяулата берді. Қара түнектен қашып құтылғандай, артына қарамай Алматыны бетке алды. Жолаушылар пойызына отырғанда ғана: «Енді аяғым баспаған жерім осы болсын. Құдай тағала мені өзің ғана панаңа ала көр», деп жалбарынды. Алматыға келген Жанарды нағашысы Мұрат күтіп алды. 3 күндік жолдан шаршаған Жанар ағасының үйіне келіп кешке дейін ұйықтады. Кешкі асқа жиналған кезде Мұрат өзінің сот мәселесіне қатысты пікірлерін айтты. «Жанка, мен мына жақта жігіттермен де сөйлестім. Бізге мықты қорғаушы керек алдымен. Оны да өзің келгесін таныстырайын дедім. Содан кейін балайымның үстінен қозғалған іске қосымша тағы бір деректер таптым». «Қандай дерек, аға?» «Ол адам емдеймін деп көп адамдарды алдап ақша жинаған екен. Өздерінің бір ұйымдары бар сияқты, соған ақша жинаған. Одан кейін барлық адамдардан ақшаларын алып, ем жасамай, алаяқтықпен де айналысқан екен. Іздестіріп жүріп, оны да таптым. 1-2 адам бар, солармен кездескенде өздері де айтар. Сосын тағы не білдіріпті? Бізге нақты дәйек керек қой, аға. Болмаса куәгер ретінде барып айтатын адамдар болса». Әрине, балайымнан таяқ жеген алданған адамдардың бәрі арыз жазуы керек. Сонда ғана оның қылмысы бұлтартпас деректер бойынша ашылып, біздің жеңіп шығуымызға септігі тиеді, деді Мұрат. Нағашысымен біраз нәрсені ақылдасқан соң: «Аға, ол үйде Назгүл деген қыз бар еді. Соңғы рет Мұстай ағам қайтыс болғанда көрдім, жүкті екен. Маған сол қызды табу керек боп тұр. Телефондары өшірулі, Райхан деген құрбым арқылы тауып, кездескенде көмекші болуға жұмысқа алдыртқан мен едім. Кейін ол да балайымның жағына шығып, маған өтірік айтты. Кейін ашуланып, ол қызбен де сөйлеспей қойғанмын. Енді соны тауып алсам, ол қыз көп нәрсені білу керек. Ол үйде кім не істеді, кім келді, кім кетті дегендерді білсе, Назгүл біледі. Нағыз куәгер сол қыз. Сосын көршіміз Роза апай бар ғой. Ол кісі де көп нәрсені біледі. Меніңше, олар куәгер бола ала ма, егер жағдайды түсіндіріп айтсақ», деп Жанар нағашысына қарады. Нағашысы ұзақ ойланып: «Оларды тапсақ жақсы ғой. Егер көрші апайыңмен кездесіп ақылдасам десең, сол кісіге барайық. Назгүл дегенді де іздестірейік. Олардың бәрін тергеушіге барғанда айтып қой. Мүмкін аты жөнін білсең, тергеушілер өздері тауып алар. Тағы кім бар еді ол үйде?» деді Мұрат. «Ол үйге 2 қыз бару керек еді. Кәмшат дегені бармай, тек Назгүл ғана барыпты. Қалғандарын білмедім. Назгүл деген қыздың балайымның жағына шығып, көргенін көрмедім, естігенін естімедім деп жүрмей ме? Ол жағынан да абай болу керек. Қазір адамдарға сенім жоқ қой, Жанка», деп
Мұрат сағатына қарап түннің бір уағы болғанын меңзегендей: ертең көре жатармыз аға. Демалғыңыз келсе демалайық. Мен Роза апаймен хабарласам мүмкін барып қайтармыз. Балаларды да көргім келіп отыр. Назгүлді де ертең Райхан арқылы тапсақ. Мейлі, ертең таңертең алдымен ішкі істер бөліміне барамыз. Тергеушімен кездесеміз. Істің мән-жайын білейік. Балайым тергеуде ме, оны да сұрайық. Содан шығып Роза апайыңа жолығармыз, деді Мұрат. Ертеңіне таңғы 9-да Жанар нағашысы екеуі ішкі істер бөліміне келді. Тергеушіге кірді. Өздерінде бар ақпаратты беріп, Мұрат екеуі Жанардан да бөлек адамдардың арыздары түсетінін ескертті. Тергеуші оны осы іске қосымша ретінде тіркейтінін, неғұрлым шағымданушылар көп болса, іс тезірек алға жылжитынын, бірақ ұзаққа созыла түсетінін де ашып айтты. Тергеушінің кабинетінен шығып, бөлімшенің алдында тұрған Мұраттың көлігіне жақындай бергенде, тура қарама-қарсы былқ-сылқ етіп келе жатқан Балайымды көрді. Аға, мынау да келе жатыр ғой, күтейін, келгенімді көрсін, айтатынымды да айтайын, деді Жанар. Жанка, ашуға бой алдырып, оған ештеңе деп айтпа. Оған қарсы айтылған бір ауыз дұрыс емес сөзің кейін өзіңнің алдыңа кедергі боп шығуы мүмкін. Сабыр сақта, ұрыспа, керіспе. Білем, балаларды сұрайын деп тұрсың, солай ма, деді Мұрат. Өзін күтіп тұрғанын алыстан-ақ көріп келе жатқан Балайым Жанардың жанынан білмеген адамдай өте берген. Жанар тоқтатып алды. Балайым, тоқта. Біз ақыры кездестік, енді шаруа басқаша болатынын білген шығарсың, деді. Жанында дипломат ұстаған ер кісіге сөмкесін ұстатып: басқаша шаруа болатындай нені бөліскің келді? Арыз жазғанда да ойланып жазбадың ба? Ағамның бүкіл дүниесін өз атына аударып алыпты. Өлтіріпті дегенің қай сасқаның? Мен адам өлтіргіш жауыз ба едім? Дүниені аударсам, оның да есебі бар. Қорықпа, сотта ол да дәлелденеді, деді. Маған дүние емес, балалар керек. Балалар қайда? Қазір барам, оларды қазір-ақ алып кетем, деді Жанар. Дорогуша, балаларды бағып жүрген жоқ. Қайда барсаң, онда бар. Сосын саған айтар бір ғана сөзім бар. Мен ешкімнен қорықпаймын. Құдайдан ғана қорқамын. Сен бекерге шапқылап жүрсің. Жалғыз өзің маған не істей аласың? Шырылдап қоясың, қайда барасың? Мені басым көрге кеткенше адам баласы жеңе алмайды. Осы уақытқа дейін ешкімнің алдында кешірім сұрамағанмын, сұрамаймын да. Сондықтан да босқа тыраштанба, жөніңе жүр, түсіндің бе, деп жанындағы кісіге бұрылып, бөлімшеге қарай кетіп қалды. Бөлімшеден шығып Мұрат ағасы екеуі Талғарға қарай тартты. Роза апайына хабарласып, оның көмегі керек екенін айтып, Роза да қарсылық танытпай бұларды күтетінін айтты. Аға, мен Роза апайға кірмей тұрып, мына үйге кіріп Балнұр мен Нұржанды көрейінші, алып кетсек қалай болады, деді Жанар. Көргің келсе көріп шық, бірақ анау әйел мен жоқта келіп бірдеңені бүлдіріп кетіпті деп бәле салмай ма? Ертең сенің үстіңнен тағы арыз жазып, үйімді менің жоқтығымды пайдаланып өйтіпті десеше, бұл әйелден сақ болу керек сияқты. Аға, мен тек Балнұр мен Нұржанды ғана көріп шығамын. Оларды сағындым ғой. Көздері жәутеңдеп не істеп отыр екен? Жүрегім әбден езіліп бітті ғой. Сол екеуін ойлап, деп Жанар жыламсырады. Мұрат алдымен Мұзафардың есігінің алдына келіп тоқтады. Қоңыр дарбазаның алдында күзетші жігіт тұр екен. Үнсіз кірейін деп жатқан Жанарды тоқтатып алды. Кімсіз, қайда барасыз, деді. Кіммін? Осы үйдің қызымын, өз үйіме келдім. Сен кімсің? Былай тұр жолымнан, деп тыңдамай кіргісі келген Жанарды күзетші жігіт алдына тұрып алып, ішке кіргізбей қойды. Үй иесі маған сіздің келетініңіз туралы тапсырма бермеген. Оның үстіне ол кісі қазір жоқ, күте тұрыңыз. Сол кісі келгенде бірге кірерсіз. Қазір мен сізді кіргізе алмаймын, деді. Балаларды көріп шығам, басқасының керегі жоқ. Болмаса кішкентай ұл мен қызды шығаршы бер, соларды бір сүйіп кетем. Жоқ, ондай жұмыстарға мені жұмсамаңыз. Ол менің құзырыма кірмейді. Егер қарсыласатын болсаңыз, мен учаскелік милицияны шақырамын, деп еңгезердей қазақ жігіт Жанардың айтқанына көнбей қойды. Жанкатай, жүре қойшы енді. Тағы да келерміз, балалар аман болса болар. Басқа жұмыстарымызды бітіріп алайық, әрі қарай бұл жігітті де мазаламай-ақ қой, деп Мұрат ағасы Жанардың қолынан ұстап көлігіне әкелді. Аға, мынау деген сұмдық қой. Өз ағамның үйіне рұқсатпен ғана кіре алатын болғанмын ба? Ең болмаса туғандарымды бір көруге зар қылып қойған мына әйелді көргенде қалай ашуланбайсың? Ешкім жоқта кездесіп қалсам, өлтіре салғым келеді, бұның мына қорлығына шыдағанша, деп Жанар жыларман болды.
Екі үйден кейінгі дарбазасы ашық тұрған Роза апайының есігінің алдына келіп тоқтады. Роза апайы сыртта жүр екен. Жанарды көріп есігінің алдындағы бақшасынан шығып, «Жанкатай, келіп қалдың ба?» деді Роза. Роза апайының үйіне кіріп, Мұрат ағасы екеуі біраз мәліметтерін айтып Розадан ақыл да сұрады. «Маған куәгер бол десеңдер болайын, бірақ менің сөзімді де жоққа шығарып өтірік айтып жатыр деп жұрттың көзінше мойындамай отырса не болар екен? Мен ол әйелден, мен емес, жалпы көршілердің бәрі одан қорқамыз. Үйінде күзетші бар дейді. Өз басым көрмегемін. Маған қатысты пікір сұрайтын болса, сот залында бар білгенімді көргенімді айтып берермін. Маған қарағанда көмекші қызың Назгүлді тапқандарың да дұрыс, ол барлығын білуі тиіс, деді Роза апайлары. Роза апаймен келісіп, тергеу барысында да хабарласып тұрамыз деп қоштасып, нағашылы жиенді екеуі қалаға қарай жолға шықты. Енді бір бітіретін жұмыстары Назгүлді іздеу. Назгүлді табу үшін баяғы Райхан құрбысын тауып, сол арқылы Назгүлді табуға әрекет ету еді. Пәтерден пәтерге көшіп жүретін Райхан құрбысы бір жұмыстан шығып, екінші, үшінші жұмыстарға ауысыпты. Өзі білетін типографияға келіп сұрастырып, ізінен келесі жұмысына одан шығып кеткенін естіп, үшінші жұмысына барып, әйтеуір қалалық кітапханада бөлім меңгерушісі болып жүрген Райханды да тапты. Жылдан аса көріспеген Райхан құрбысы Назгүлді өзі де таппай қалғанын, оның жанындағы Кәмшаттың телефонын беріп, сол жерде Кәмшатқа хабарласты. Райхан арқылы Кәмшатпен сөйлесіп, Жанар Назгүлдің жағдайының қиын болғанын, баласының өлі туылғанын, одан кейін телефоны сөніп, құрбысын ол да таппай отырғанын жеткізді. Бірақ Кәмшаттың айтуы бойынша Назгүлдің күйеуі Азат Ұзынағаштың жігіті екен. Азаттың шешесі Балайымның құрбысы екенін анықтады. Бір күнде біраз жерді шарлаған Мұрат пен Жанар кешкілік үйге қайтар жолда Мұраттың таныстары арқылы табылған қорғаушымен жолықты. Қорғаушы алдағы аптада тергеу материалдарымен танысатынын, өзін ресми түрде бекітсе Жанармен алдағы уақытта бірігіп жұмыс жасауға ниетті екенін білдірді. Ұзынағашқа барып Азат пен Назгүлді де іздеп таппай, одан қалса Райханмен кездесіп біраз мәселелерді талқылап, Мұрат ағасы айтқан 3-4 шағымданушылардың арыздарын өткізіп жүргенде, Жанар 2 аптадан аса уақытын сандалумен өткізді. Тергеуші шақырған кезде жүгіріп барып жауап береді. Арасында қорғаушысымен кездесіп, істің қашан бітетініне мазасы қашып, тезірек сот отырысы болғанын тілеп жүрді. Бір күні кешкілік шай үстінде Жұмагүл: «Мұрат, мен саған бір кеңес берейін. Жанар, сен оған қалай қарайсың білмеймін. Сендер апарған адамдардың арызы қандай? Балайым олардан не алған, нақты факт бар ма ол туралы? Сендер ыңғайы болса, Талғар жақтың өз адамдарынан сұрағандарыңда дұрыс шығар, тіпті көршілерінен болса да. Ол Талғардың өзінде біраз адамды сан соқтыруы мүмкін ғой. Балайымның алаяқтығынан жапа шеккендер сол жерден де табылып қалар. Сол жердің тұрғындары да айтып берер мүмкін», деді. «Жұмаш, сенің айтып отырғаныңның да жаны бар. Өткенде Роза апайда бір сөзінде бұның адамдарды алдап ақша жинағаны айтылып жүр. Көп адам берген ақшасын қайтар алмай, малы бар басқасы бар, әбден Балайымның қарнын тойдырыпты деген. Расымен де біз ертең Талғар жаққа барып, басқа да адамдар табылса арыздарын жазғызып, тергеушіге тіркетсек болады екен», деп Мұрат та ойланып қалды. «Аға, олардың бәрі Балайымға өз еріктерімен емделем деп берді ғой. Ешкім оларды зорламаған шығар. Ақшаңды бер, малыңды әкел деп қорасынан барып тартып алып, Балайым олардан ештеңе алмадым десеше. Маған Мұзафар ағамның шаруашылығы қалай атына өтті, соны тексеріп керек. Сосын балаларды өз атыма алуға болатын болса басқасының керегі жоқ», деді Жанар. «Шаруашылықтың қалай оның атына өткенін іс барысында өздері анықтайды. Құжаттарды түгел тексереді. Ол жағынан фактілерді тергеуші алады. Балайым оған өзі жауап береді. Бізге сонда да болса мықты куәгерлер керек. Міндетті түрде қол қойылып, мөр басылған фактілер емес, бұлайда адамдар оның жалған тірліктерін айтса, тағы да қосымша баптар қосылады», деді Мұрат. Алматыға келгеніне бір ай уақыт өткенде, Жанар тергеу ісінің созылып бара жатқанына ренжіп, Мұрат ағасының басын қатырды. «Аға, мен осылай жүре берем бе? Мүмкін тергеушілермен жақсылап сөйлесіп, болмаса қорғаушы Нұрланға айтып, істі алға жылжытудың амалын қарастырсақ қайтеді», деді. «Жанкатай, оның бәріне ақша керек.
Тергеу ісі аяқталған кезде өзі-ақ сот болады. Асықпайық, оны үстіне қазір біреуге бере қоятын ақша жоқ бізде. Ойыңды біліп отырмын, бірақ біз жәбірленуші тарап болғаннан кейін ешкімге ақша беріп, істі жылжытып деген нәрселерді жасамай-ақ қойғанымыз абзал. Өткенде Нұрлан Мұзафардың банкротқа түскен шаруа қожалығының құжаттарын тексеріп жатыр екен деген. Балайымның атында зауыт бар дейді. Оны да тексереді, сондықтан да ақ-қарасын ажыратқанша шыдайық. Біздің арызымыз қанағаттандырылса, Балайым жеңілетінін білем. Балаларға сен ие боласың. Ол жағынан уайымдамасаң да болады, деп жұбата сөйледі Мұрат. Аға, мен ертең Талғарға барамын. Балнұр мен Нұржанды көремін. Жүрегім бірдеңенің дұрыс емес екенін сезетін сияқты. Олар неге балаларды үйге жасырып, маған көрсетпейді? Айтыңызшы, мен неге көре алмаймын өз ағамның балаларын, деп Жанар жылап жіберді. Дұрыс айтасың. Балайымның соншама балаларды көрсетпеуге қақысы жоқ шығар. Барып көрем десе, Жанар оларға зиянын тигізбейді ғой, деп әңгімеге Жұмагүл араласты. Мейлі, ертең түстен кейін бір жұмыстарын біткесін апарып қайтармын. Жұмагүл, сен де барарсың. Анау әйелмен өзің сөйлесіп, балаларды көрсетуге келістіресің бе, бірдеңесін қыларсың енді, деп Мұрат қарындасы мен әйелінің сөзіне қарсы шықпады. Ертеңіне Мұрат Жанар мен Жұмагүлді ертіп Талғарға келді. Балайымның есігінің алдында екі көлік тұр екен. Әдеттегідей күзетші жігіт те өз орнында. Сендер отыра беріңдер, мен кіріп шығайын, күтіңдер, деді Жұмагүл. Әйелінің бір ойлағаны бар шығар деп Мұрат та үндемеді. Жанар жол бойы Жұмагүлдің шатақ шығармай Балайыммен келісіммен сөйлесейік дегенін тыңдап көлікте қалды. Есіктің алдына келгенде күзетші жігіт Жұмагүлді де тоқтатты. Кімсіз? Кімге келдіңіз? деді. Мен емге келіп тұрмын. Балайымның оқып беретін заттарын әкелдім, деп үйден қолына алып шыққан пакетін көрсетіп ішін ақтара бастады. Ол кісі үйде ме, түнеуханада ма? деді Жұмагүл сенімге кірейін деп. Үйде болу керек, түнеухана жабық, кіре беріңіз, деді күзетші. Үйге кірерде бар дұғасын айтып, бір жағынан жүрегі қалтырап, Жұмагүл жаудың үйіне жалғыз кіргендей қорықты. Кіре берсе 10 шақты адамның аяқ киімі шашылып жатыр. Ас бөлмеде бір қыз бен келіншек тамақ дайындап жүр. Олармен көзбен ғана амандасып, тікелей төрге өтті Жұмагүл. Жиналыстарына кіріп келген Жұмагүлді алғашында таныңқырамай қалған Балайым кімге келдіңіз деп ойланып қалды. Сәлеметсіздер ме? Сізге келдім. Мына заттарды әкеліп едім, оқып бересіз деген. Қашан? Кім оқып береді? Мен шақырдым ба, деп Балайым әлі де Жұмагүлді танымайды. Я, маған түнеуханаға кіріп оқып берсеңіз, күйеуім қатты ауырып жатыр, дегенде Балайым бері қарай жүріп, тоқта, сен әлгі кім емессің бе? Мен енді таныдым. Қалай келдің? Кеш батқанда не істеп жүрсің? деді. Жұмагүлге де керегі осы еді. Тезірек түнеуханаға жүріңіз. Мен сізге көп ақпарат әкелдім. Жанардың не дайындап жатқанын айтам, деп сыбырлады Балайымға. Мен қазір келем. Жиынды жалғастырамыз. Тезірек мына заттарға дем салайын, деп Балайым Жұмагүлді ертіп түнеуханаға келді. Түнеуханаға жеткенше Жұмагүл не айтам, не деп өтірік айтам, қалай алдасам болады, деп бірер секундтың ішінде басына небір ойлар келіп терлеп кетті. Сенің есімің кім еді? деді кіре сала Балайым. Жұмагүлмін, Мұрат нағашысының әйелімін. Мұрат деген анау қасқабас жігіт пе? деп ырқылдап күле салды Балайым. Сол қасқабастың әйелімін. Маған неге ақпарат бергіш болдың? Қай сайтан түртті? деді. Мен ақпарат беруге емес, бір шаруаны ақылдасуға келдім. Егер көнсеңіз. Сен немене? Маған көнсеңіз, пөнсеңіз деп шарт қойып отырсың? Айтатыныңды айт та, басты ауыртпай жөніңе кетші, деді Балайым қабағын түкситіп. Жұмагүл шошып кетті. Балайым, балалар қайда? Нұржан мен Балнұрды көруге Жанар келді. Сыртта күтіп отыр. Ең болмаса бауырының балаларын көрсететін шығарсың. Оларға Жанардың зияны жоқ, тек бауырларын көріп мауқын басса, саған ештеңе демейді. Мен жауап беремін. Мауқын бассын дейсің бе? Байынан да ажырап, дымсыз қалып мауқы басылмай шөлдеп жүр екен ғой. Маған зиянын тигізе алмайды олсы мұрай. Балаларды бір көрсе кетеді ғой, дегенде Балайым төрде тұрған орындығына жайғасып, оң қолын иегіне сүйеп ұзақ ойланып, балалар үйден шығып кеткеніне бір айға жуықтады. Өзімде таппай отырмын. Жер әлемді шарлап,
Осы маңайдың бәрін іздедік, таппадық. Мен үйде жоқта көмекші қыз далаға шығарған. Содан екеуі кешке дейін табылмаған. Мен кешке келіп бүкіл аймақты қарадым. Милицияға да арыз жаздым. Олар да іздеу салды. Әлі де іздеп жатыр, бірақ таппады. Оларды кім алып кетті деген сұрақты өзіме қойып жүрмін. Егер Жанар бауырларын көргісі келсе, іздесін деп. Сәл ғана уайымы бар адамдай ойланған балайым осылай жауап берді. Не айтып кеттіңіз? Сіз неге оны Жанарға айтпағансыз? Тіпті жай барақат отырсыз ғой балалар жоқ деп. Сізде жауапкершілік бар ма? Ертең сотта да осылай айтып отырам деп тұрсыз ба? Деп жол бойы Жанарға ашуланба деп келген Жұмагүлдің өзі көтеріліп кетті сол жерде. Ей қарағым, мен немене екеуі қоса жоғалды екен деп жердің астына кірейін бе? Сен не деп тантып отырсың? Саған есеп бермеймін. Не естідің сол болды. Ал енді жақсылықпен ғана мына жерді босат та келген жеріңе қайқай. Жанарыңа солай сәлем айт. Бауыр керек пе іздесін. Мына жердегі учаскелік бөлімге барып сұраса, менің балаларды іздеу туралы арызым жатыр. Соны көрсін. Маған не қыл дейсіңдер енді? Балалардың жоғалғаны рас, іздеу салынғаны рас. Мен бір жеріме тығып отырғаным жоқ оларды. Маған олардың 5 тиынға да керегі шамалы. Бауырларын тауып алса, солақ асырап алсын. Ақыры бедеу қатын ғой, бала керек оған деп. Балайым орнынан тұрды. Мыналарды естіген Жұмагүлдің төбе шашы тік тұрып, қолындағы пакетін лақтыра салып сыртқа шықты. Көлікке түтігіп келген әйелін көріп Мұрат, Жұмаш, сенде бәрі дұрыс па? Өңің қашып кетіпті ғой, не болды? Барма екен деді. Бірден бала жоқ деп айтса, көлікте отырған Жанардың тулайтынын біліп Жұмагүл, осы жердің учаскелік бөлімшесіне жүрші, сол жерде бәрі деді. Жеңге, сол жерде деген не? Ол жаққа неге барамыз деді Жанар ештеңені түсінбей. Мұрат, тезірек жүрші, сол жаққа барғасын айтамын. Мына қатын нағыз аяр екен ғой барып тұрған деп Жұмагүл жылап жіберді. Ызғытып отырып учаскелік бөлімшеге келді. Үшеуі де бөлімшеге келіп, кезекші милициядан бөлім бастығына кіргізуін сұрады. Абырой болғанда бөлім бастығы қайта қоймаған екен. Кабинетіне кіре салған үшеуін көріп, ол да тосылып қалды. Сіздер кімге, не мәселе бойынша? Деді. Мұрат пен Жанар Жұмагүлге қарап, не мәселе екенін осы кісі айтады дегендей үнсіз тұр. Құрманова балайымның ісі бойынша. Ісі емес, сол кісінің арызы бойынша. Ол кім? Құрманова барма осы жерде деп бөлім бастығы да түсінбеді. Ол жоқ, қазір ғана бізді осында жіберді. Осыдан бір айдай бұрын ол осы жерге келіп 2 баласының жоғалғаны туралы арыз жазыпты. Қайтыс болған күйеуінің қарындасы бауырларын іздеп келген. Міне, Жанар деген қыз 2 баланы іздеген. Балайым Құрманованың айтуы бойынша 2 бала үйден шығып кеткеннен оралмаған. Сенбесеңіздер, арызымды қараңыздар деп отыр. Сол айтылғаны рас па әлде бізді алдап отырма, соны білуге келдік деп Жұмагүл тағы көзі жасаурап жылай берді. Жеңге, сен не айтып тұрсың? Жоғалғаны несі? Бағанадан бері осыны білуге келдік пе? Аға, мынау рас па, ойбай деп Жанар бөлімшенің ішін басына көтеріп шыңғырды. Учаскелік бөлім бастығының кабинетінде алапат құйын болғандай, Жанарды ешкім баса алмай, кезекшілер келіп, бар болғаны 15 минуттың ішінде Жанар талқысып кетті. Бөлімшенің алдына жедел жәрдем шақыртылып, дәрігерлер Жанарды облыстық ауруханаға жеткізді. Бөлімше бастығының Мұратқа көрсеткені бойынша Құрманова балайым Жәлел қызының осыдан 28 күн бұрын Байназар Балнұр Мұзафар қызы мен Байназар Нұржан Мұзафарұлына іздеу салу туралы жазылған арызын көрсетті. Бөлімшеден шығып облыстық ауруханаға келген Мұрат пен Жұмагүл кезекші дәрігердің қабылдауына кірді. Жасы 50-лерден асқан дәрігер кісі екеуін шақырып алып, Жанардың жағдайы туралы айтты. Қыздарыңыз қазір жүйке аурулары бөлімінде. Сараптама шыққасын сіздерге нақты ақпарат берейік. Қатты ашуланғаннан жаңа миына зақым келген сияқты. Мейірбикелер анализдерін алып болғасын ем шараларын жасаймыз. Қазір дәрінің күшімен уақытша тынышталып жатыр. Әзірге айтарымыз осы деді. Сол күні Мұрат пен Жұмагүл түнделетіп үйлеріне кетті. Жолда келе жатып Жұмагүл күйеуін бір сұрақтарды. Мұрат, осының бәрі неге Жанарды шыр айналдырып жатыр білесің бе деді.
Әркімнің маңдайына жазғаны болады да, Жанардың өзі де күйеу жағы дұрыс болмағасын, мына жақта мынадай жағдай болғасын, әбден шаршаған шығар деді де қойды Мұрат. Шаршағаны көрініп тұр ғой, баяғыда қандай қыз еді, қазіргі түрін көрсең адам шошырлық қой, кейде өзімен өзі сөйлесетін сияқты. Үйде жүргенде байқадым, осы қыздың жүйкесіне зақым келген-ау деймін. Бір адамның басына жетерлік қайғы да жаманшылық та Жанардың өмірінде болып жатыр. Жалғыз өзі шырылдап қай жағына шығарын білмейді. Менің ішкі түйсігімде бір нәрсе бар. Осының бәрі Жанардың басына төніп жатқанының бір себебі де бар сияқты. Не себеп деп Мұрат әйеліне қарады. Жарайды, кейін айтармын. Қазір ол маңызды емес. Жанар ертең есін жиғасын дәрігермен сөйлесейік. Бір күні миына қан құйылып өліп қалар байғұс қыз. Қажы Мұратқа хабарласып та айтып қойсаңшы. Дәрігерлер де дұрыстап қарауын қадағаласын деп күйеуіне қалалық денсаулық сақтау басқармасындағы досын меңзеді. Күндіз келейік. Сол кезде Қажекеңе хабарласармын. Алдымен диагнозы қандай біліп алайық деп екеуі үйлеріне де жетті. Ертеңіне таңертеңгілік ауруханаға келген Мұрат пен Жұмагүл жүйке аурулары бөлімінің меңгерушісіне тікелей кірді. Ол жерде отырған 60-тан асқан әйел дәрігер Жанардың анализдерінің қорытындысын шығарды. Жанардың жүйкесі қатты шаршаған. Мына жағдайда кеше ертерек алғашқы көмек көрсетілмегенде миына қан кетуі мүмкін еді. Ол бір. Екіншіден, аяқ қолына да әсер етіп мүгедек болуы ықтимал болатын. Жүйкесі жұқарған, қыз қатты соққы алған. Бір сөзбен айтқанда, сәл болмағанда психикалық ауруға душар болып, артынан емдеу қиын болатын еді. Сол үшін қызға дәл қазір емделу керек, тыныштық керек, сақтанып күтіну керек. Еш артық ашулануға, уайымдауға болмайды. Біз қолымыздан келгенді жасаймыз. Науқас өзі де соған сай күтінуі керек. Әйтпесе біздің көмегіміздің бәрі зая кетіп, психикалық ауруханаға кету қаупі бар деп қысқаша ғана қарапайым тілмен жеткізіп берді. Дәрігердің айтқанын естіген Мұрат пен Жұмагүл еңселері түсіп, бөлімшеге шыға қоймаған Жанарды көре алмай, дәрігерлерге барынша табыстап жиендерінің амандығын тілеп үйлеріне оралды. Бұл аралықта тергеу ісі жалғасын тауып, балайымның үстінен қозғалған қылмыстық іс біршама алға жылжыған еді. Қорғаушыларының айтуы бойынша, алғашқы сот отырысының күні белгіленсе, Жанардың қатысуын қамтамасыз ету керек. Ауруханадан басқа ауруханаға көшіп, Жанар 3 айда емделумен жүрді. Бір күні қалалық ауруханада жатқан жерінен Жанар өзіне келген Мұрат ағасынан сұрады. Аға, мен осы тірі адамым ба деді. Жанардан мұндай сұрақ күтпесе керек. Мұрат та сасқаннан, тірі сияқтысың, мен де тірі сияқтымын. Өмір жалғаса береді, Жанка. Саған ондай сұрақтармен бас қатыруға болмайды деді, сәлде болса жиенінің көңілін аулағысы келіп. Аға, балалар табылды ма? Маған сол ғана керек, басқа сотының да, балайымының да қажеті жоқ. Балнұр мен Нұржан жанымда болса, балайымды өзім-ақ кешіріп, арызымды алып, соттамаңдар деп айтам. Жанка, ол жағының бәрі шешіледі, балалар да табылады. Емделіп алшы. Емделгенімен не пайда? Мына қу дүниеде тіземді құшақтап жалғыз қалсам. Күйеуім де жоқ, менің осындай жағдайға түскенімді білмейді ғой, арамдар. Жүйкемнің жұқаруына солардың да қатысы бар, Дариға екеуінің. Жанкатай, сен біраз күннен соң толық емделіп шығасың. Қайтесің бұларды? Бір күні қателерін түсінер, тезірек жазылып шыққаныңды тіле. Қалғаны өзі бола береді деп Мұрат жиеннің арқасынан қағып қойды. Жанар ол ауруханадан да шығып, келесі ауруханаға жатып 6 ай дегенде өз қалпына келді. Ол уақытта тергеу амалдарының біраз бөлігі бітіп, сот отырысына дайындық жүріп жатқан. Қорғаушының айтуы бойынша алдағы 10 күндікте сотта болатын болды деген хабар жетті. Алғашқы сот отырысы болатын күн. Жанар қорғаушысы Нұрланмен ақылдасып, оның қолындағы мәліметтерді көріп, балайымның үстінен жазылған 50 шақты арыз иесінің жазбаларымен танысты. Барлығы балайымның бақсылық қызметіне жүгініп, артынан опық жеп, кейбіреуі бар малынан, ақшасынан айырылғандар. Өмірінде сот отырысына қатысып көрмеген Жанар жүрегі тарсылдап, Мұрат ағасының жанына отырып, сот басталмай жатып жылады. Сотқа қатысушылардың арасында Роза апайы, Жұмагүл бар, сосын тағы да Мұзафардың 1-2 досы келіпті. Көптен бері көрмеген ағасының достарын көріп, туған ағасын көргенде Жанардың көңілі босап, олармен де құшақтасып, бір жылап алды. Қарама-қарсы жақтан қорғаушысы мен нөкерлерін ертіп балайым кірді. Түрі өрт сөндіргендей сұсты, Жанарға қарады. Қараған қарасы
өңменінен өтіп кез келген адамның жанарын тайдырып, кеудесін тесіп жіберердей ызғарлы. Тұрыңыздар, сот келе жатыр, деді хатшы қыз. Барлығы орындарынан тұрып, сот мырзаны күтіп алды. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Бүгінгі қылмыстық іске байланысты сот отырысын ашық деп жариялаймын. Хатшы, іске қатысушылар түгел келді ме, баяндаңыз. Иә, құрметті сот, сотқа қатысушылардың барлығы түгел сіздің шақыртуыңызды күтуде. Алғашқы боп сөз алған прокурор Жаманқұлов Асылбек. Құрметті сот мырза, бүгінгі сот отырысында жәбірленуші Рахимова Жанар Тілектесқызының арызы бойынша Құрманова Балайым Жәлел қызына қатысты іс қаралады. Рахимова Жанар Тілектесқызының ағасы Ділдәбеков Мұзафар Байназарұлы қайтыс болмай тұрып, Мұзафар Байназарұлының меншігіндегі Мұзтау шаруа қожалығы банкротқа түсіп, бал шарап, арақ шарап зауыты іске қосылған. Кейіннен анықталғандай, арақ шарап зауыты Мұзтау шаруа қожалығы акциясының жартылай серіктесі Құрманова Балайым Жәлел қызының атына жазылған. Шаруа қожалығы банкротқа түскенше бірінші дәрежелі банктен 20 жылға 42 миллион теңге көлемінде кепілдікпен несие алған. Несиелеу жұмыстары біткесін 1 жылға жеткенде шаруа қожалығы банкрот деп танылып, 6 ай мерзімнен соң бал шарап, арақ шарап зауыты ашылған. Жәбірленуші Рахимованың түсініктемесі бойынша Мұзафар Байназарұлының шаруа қожалығының банкротқа түсіп, артынан зауыт ашылып, оның Балайым Жәлел қызының атына аударылуында шикілік бар. Оның үстіне шаруа қожалық банкротқа түспей тұрып, 3 ай бұрын Мұзафар Байназарұлы мен Балайым Жәлел қызы заңды түрде некеге отырғаны белгілі болды. Бұл жәбірленуші Рахимованың бірінші арыз шағымы. Осы іске қатысты күдікті деп танылған Балайым Жәлел қызынан жауап алуды сұраймыз. Айыпталушы Құрманова Балайым Жәлел қызы. Құрметті сот мырза, мен де өз тарапымнан бұл жағдайларға қатысты мәліметтерімді келтірейін. Біз Мұзафар Байназарұлы екеуміз осыдан 7 жыл бұрын таныспыз. Алғашында шаруа қожалығын дамытқысы келген ол Алматы қаласындағы көк базарға келіп бізге ет өнімдерін өткізетін. Біз одан ет алып тұтынушыларға өткіздік. Бір сөзбен айтқанда, ол бізді етпен қамтамасыз етті. Біз тұрақты өнімін алушы болдық. 2 жыл уақыт өткенде шаруа қожалығының кеңейіп, ет өнімдерінің мөлшері ұлғайды. Сол уақытта біраз танысып, бір-бірімізге сенім білдіргеннен кейін Мұзафар Байназарұлы ет өнімдерін қадағалап, тікелей жан-жаққа таратуды бір адамға сеніп тапсырғысы келетінін айтты. Сенімді атам ретінде мен таңдалып, содан бастап Мұзафармен ешқандай келісім шартсыз мәмілеге келіп, шаруа қожалығының ары қарай қызу жұмыс жасауына үлесімді қосатын боп келістім. Еңбегім бағаланып, Мұзафармен сенімді серіктес ретінде 3 жыл жұмыс жасадым. 3 жыл өткенде Мұзафар Байназарұлы екінші шаруа қожалығын ашатынын айтып, оған тағы да қосымша қаражат керек екенін айтты. Шаруа қожалықтың сол кездегі жағдайына байланысты ешқандай банк бізге кепілдікпен несие бермейтін болғандықтан, мен Мұзафар Байназарұлына көмегім ретінде өзімнің 3 бөлмелі пәтерімді сатып, жинаған басқа да қаражаттарымды қосып, шаруашылықтың 30% акциясының иегері болып ақша аудардым. Бірақ екінші шаруа қожалықтың ашылуына кедергі келтіргендердің ішінде оның бұрынғы әйелі Нағима Бошанқызы өзінің шаруа қожалықтағы 20% үлесін бермейтінін айтты. Сол себепті Нағиманың келісімінсіз банк несие бермей шаруа қожалық ашылмай қалды. Дегенмен Мұзафар Байназарұлымен келісім бойынша менің акцияларымды сақтап, осы шаруа қожалықты дамытып, кейіннен 2 жылдың ішінде арақ шарап зауытын ашамыз деген мақсат қойдық. Сол мақсатқа сай, мен де шаруа қожалықтың акционері ретінде Мұзафар Байназарұлымен жұмысымды жалғастырдым. Одан кейін Нағима Бошанқызы қайтыс болды. Мұзафар Байназарұлы Нағима Бошанқызының 20% акциясын менің атыма аударып, шаруа қожалықтың тең дәрежедегі акционері болдым. Нағима Бошанқызы қайтыс болғаннан кейін 1 жыл өткесін Мұзафар Байназарұлымен заңды некеге отырдық. Прокурор Асылбек Жаманқұлов. Құрметті сот, айыпталушыға сұрағым бар. Қойыңыз. Балайым Жәлел қызы, сіз Мұзафар Байназарұлының шаруа қожалығын дамытуға өз үйіңізді сатып, одан бөлек жинаған қаражатыңызды салдыңыз. Сол ақшалар банк арқылы салынды ма, әлде қолма-қол берілген ақша ма? Екіншіден, қанша көлемде қаржы құйдыңыз? Рахмет. Балайым Жәлел қызы,
Мен 3 бөлмелі пәтерімді 5 миллионға сатып, жинаған ақшамнан 2 миллион қостым. Барлығы 7 миллионды Мұзафар Байназарұлына қолма-қол бердім. Себебі біздің сенімді болғанымыз соншалық, мен ол кезде банк арқылы аударуды ойламадым. Прокурор Асылбек Жаманқұлов: бұл жерде 7 миллион теңгені берген кезде араларыңызда қолхат немесе куәгерлер болды ма? Оған 7 миллион теңге бергеніңіз туралы нақты ақпаратты қалай аламыз? Балайым Жәлелқызы: ол кезде тек Мұзафар екеуміз оның кабинетінде сөйлестік. Жанымызда болған адам жоқ. Мен Мұзафардан қолхат алмағанмын. Шаруа қожалықтың 50% акциясына ие болғасын мен ондай шарт жасаспадым. Бәрін өзара шештік. Сот: сұрақтарыңыз бар ма? Айыпталушы жақтың қорғаушысы, сіздің айтарыңыз. Балайым Жәлелқызының қорғаушысы Дәулет Ниязов: рахмет, сот мырза. Менің қорғауымдағы Құрманова Балайым Жәлелқызы өзі айтып бергендей, Мұзафар Байназарұлымен қарым-қатынас кезінде алдымен адамгершілік қағидаларына сүйенген. Шаруа қожалықтың ісіне келгенде алыс-беріс ақшалардың есебінде банк қызметіне жүгінбеген. Мұзафар Байназарұлының 50% акциясын алғасын кез келген жағдайда салған салымын қайтарып алатынына сенген. Нағима Бошанқызының 20% акциясы берілмеген кезде Балайым Жәлелқызы мен Мұзафар Байназарұлының арасында біршама түсініспеушіліктер болып, Мұзафар Байназарұлы шаруа қожалықтың 20% акциясын алдағы уақытта Балайым Жәлелқызының атына аударатынын айтқан. Ол Нағима Бошанқызының қазасы өткен соң орындалған. Құжаттар бойынша барлығы заңдастырылған. Алдыңғы 30% бен соңғы 20% акцияны алу туралы деректер шаруа қожалықтың құжаттарына тіркелген. Мынау солардың көшірмесі деп соттың алдына іс парақшасын қойды. Сот: бұл қағаздар іс құжаттарына тіркелсін. Жәбірленуші тараптан Рахимова Жанар: осы істерге қатысты сіз қандай да ақпарат бере аласыз ба? Бұл іске қатысты айтарыңыз болса шығыңыз, дегенде Жанар көзінен жасы атқылап, ағасының мұндай келісім шарттар жасағанын бірінші рет естіп, Нағиманың қарсы болғанын да енді біліп, не айтам деп өзін зорға сүйретіп шығарды. Құрметті сот мырза, дәл қазір маған осы шаруа қожалықтың акциясы да, кеткен ақша да, басқасы да керек болмай тұр. Себебі мен бұл кісілердің жанында шаруа қожалықтың ешқандай қағазына араласқан емеспін. Бұл жайлы бірінші рет естіп тұрмын. Ағам да, жеңгем де маған ол туралы ештеңе айтпаған. Қысқасы, мен шаруа қожалыққа қатысты ештеңе білмейді екенмін. Маған керегі ағамның артында қалған ұлы Байназар Нұржан Мұзафарұлы мен қызы Байназар Балнұр Мұзафар қызының қайда кеткенін, Балайымның оларды қайда жібергенін білгім келеді. Қалған ештеңесі керек емес. Бауырларымды тауып берсін. Ағам өлгеннен кейін өгей шешесі ретінде осы кісінің қолында қалған. 6 ай бұрын Талғар қалалық ішкі істер басқармасына арыз жазып, балалар із-түссіз жоғалып кетті депті. Мен оған сенбеймін. Маған бауырларымды тауып берсін де бүкіл арызымды қайтып алам. Балайымға басқа қояр талабым жоқ деп еңкілдеп жылап жіберді. Сот: Рахимова Жанар Тілектесқызы: біз қазір сіздің алғашқы жазған арызыңыз бойынша ағаңыз Мұзафар Байназарұлының шаруа қожалығын алдап, арбап алды деген күдігіңізге қатысты мәселені қараудамыз. Сіз айтқан балалар мәселесі алдағы отырыста қаралады. Ол туралы да мәліметтер бар. Қазір айтарыңыз жоқ болса, сабыр сақтап отыруыңызға болады, деді. Прокурор Асылбек Жаманқұлов: құрметті сот, мендегі мәліметтер бойынша айыпталушы Балайым Жәлелқызына қатысты мынадай деректер бар. Рұқсат болса. Рұқсат, деді сот. Шаруа қожалықтың сол кездегі есеп-қисаптарын тексерген кезде Мұзтау шаруа қожалығының есеп шотына Балайым Жәлелқызы айтқан 7 миллион теңге қаржы түспеген. Шаруа қожалықтың өз өнімдерінің пайдасынан түскен қаражаттың ішінде ондай үлкен көлемде қаражат еш жерде табылмаған. Балайым Жәлелқызы білетін болса, ол қаражат шаруа қожалықтың қай есеп шотына түсті? 50% акционер ретінде ол білуі тиіс. Рахмет. Сот: айыпталушы тараптың қорғаушысы Дәулет Ниязов: осы сұраққа қатысты айыпталушы Құрманованың жауабы бар ма? Қорғаушы Дәулет Ниязов: иә, бұл сұраққа қатысты Балайым Жәлелқызы жауап береді, дегенде Балайым қорғаушысына қарап беті қып-қызыл болып орнынан тұрды. Мен ол ақшаны үстелдің үстінде Мұзафарға табыстадым. Ал енді оны банктың есеп шотына салды ма, жеке сейфке салып іске асырды ма, ол жағынан есеп сұрамадым. Маған 30%-ның акциясын жазды. Сол бойынша мен ол ақшаның қайда жұмсалғанынан хабарым жоқ. Сот:
шаруа қожалықтың сол кездегі бас есепшісі болса тыңдайық. Сәлеметсіздер ме? Мен Арзиева Дина Ералықызы, Мұзтау шаруа қожалығының сол кездегі бас есепшісі. Қазіргі таңда жұмыссызбын. Балайым Жәлелқызы акционер болғаннан бері есеп-шотқа ондай қаражат құйылмады. Шаруа қожалықтың ішкі сыртқы шығынын есептегенде де ондай қомақты қаражат жұмсалмады. Кіріс-шығыс қағаздары бойынша мен өзім жұмыс жасаған аралықтағы мәліметтерді әкелдім, бірақ ол жерде ондай ақпарат жоқ. Барлығы шаруа қожалықтың өз үлесіне қатысты ақшалармен есептелген деп бас есепші соттың алдына анықтамасын ұсынды. Сот: бас есепші Дина Арзиеваның мәліметі іс құжаттарына тіркелсін. Келесі осы іске қатысты басқа да куәлар болса шақырыңыздар. Мұзтау шаруа қожалығы директорының бұрынғы орынбасары Мұратбек Қази. Мен жұмыс жасаған жылдарда Мұзафар Байназарұлының жанында жүріп, Құрманова Балайымның тек қана ет өнімдерін тасымалдау жағына жауап беретінін көрдім. Заңды түрде шаруа қожалықта жұмыс жасаған жоқ. Тек қана акционер Нағима Бошанқызының қазасынан кейін 50% акцияны бөлу кезіндегі құжаттарға қол қоярда көрдім. Сонымен қатар шаруа қожалықтың басқа жұмыстарына араласқанын, қызметкер ретінде де, акционер ретінде де бірде-бір жиналыстарға қатыспағанын растай аламын. Мұзафар Байназарұлымен арадағы қатынастарының шаруа қожалықтың ішкі жағдайында емес, сыртқы жағдайында шешілгенін естідім. Өз сөзінде Мұзафар Байназарұлы әйелі Нағима Бошанқызы қайтыс болған соң Балайым Құрманованы әйелі ретінде бір отырыста ғана таныстырды. Одан кейін шаруа қожалық үлкен көлемде несие алып, артынан құлдырауға түскенде біз біртіндеп жұмыстан босатылдық. Ең соңында шаруа қожалық банкрот деп танылып, барлығымыз жұмыссыз қалдық. Менің білетінім осы. Сот: куә ретінде сөзі іс құжаттарына тіркелсін. Келесі куәгер болса: мен Құрманова Балайым Жәлелқызының інісі Құрманов Серік Жәлелұлы. Балайым Көкбазарда жүріп ет қабылдағанда Мұзафар Байназарұлымен таныстым. Шаруа қожалықтың жұмыстарына қатысты біршама мәселелердің басында жүрдім. Балайын үйін сатып, акционер болам дегенде 7 миллион теңгені Мұзафарға апарғандардың қасында мен болдым, бірақ Мұзафардың кабинетіне кірмедім. Балайым екеуі келісім жасасты. Басқа да мәселелерге қатысты одан кейін де жұмыстар атқардым. Сот: куә Құрманов Серіктің шаруа қожалыққа қатыссыз екені ескеріліп, оның куәгер ретіндегі сөзі іс құжаттарына жарамсыз деп есептелсін. 30 минуттық үзілістен соң сот отырысы қайта жалғасатын болып барлығы сыртқа шықты. Жанар бағанадан бері тыңдаған небір миға қонымсыз ақпараттарды естіп, жүйкесі қайтадан шаршағандай Мұрат пен Жұмагүлге қарады. Аға, мынау әйелдің айтып тұрғандары менің миыма кіріп тұрған жоқ. Қайдағы 7 миллион, қайта керісінше ағамды 42 миллионға қарызға кіргізіп, басын жұтып, өзі арақ зауытын ашып алған. Үйді де өз атына аударыпты. Менің шыдамым жетпейтін сияқты деп жылады. Сол жерде тұрған Мұзафардың достары келіп жұбатып, Роза апай Жанарды әрірек шығарып алды. Жанка, сен сот отырысында барлығын жақсылап тыңда, ашуланып, сабырсыздыққа салынып, күйгелектенбе. Барлық істі сот өзі құжатқа тіркеп отыр ғой. Соңынан қорытынды сөзді солар айтады. Әлі талай дәлелдемелер беріледі. Біз де куәгер ретінде сөйлейміз. Саған соның бықсыған дүниесінің керегі жоқ қой, солай ма? Саған Нұржан мен Балнұрды таптырып алу ғана керек, өзің айтқандай. Қалған іс қалай шешіледі? Арақ зауыты гүлдене ме, түрлене ме, онда сенің еш шаруаң болмауы керек. Өйткені сенің ол жерден алатын ештеңең жоқ. Бөліп берем десе де алмайсың. Сондықтан да өзіңді өзің қолға алып, аз да болса тыңдап отыр. Шу шығарма тек. Басың аман болса, бауырларыңмен бірге көрерсің. Жан-жағыңда қаумалап жүрміз ғой, далада қалмассың. Мына әйел бәрібір сотталады. Келесі сотқа дейін куәгерлер келеді әлі. Бұның былығының басы ғана мынау. Ал сен өзіңді сабырға шақыр. Ақылың бар ғой жаным, деп Роза Жанарды құшақтап арқасынан қақты. Роза апай, мені құшақтай тұрыңызшы. Мамам кеткелі, Нағима көкем кеткелі бұлай ешкімнің құшағына басымды қойып жыламаппын ғой. Осы құшақты сағынып жүрмін мен. Мамам да, Нағима көкем де жоқ, ең болмаса біреуі жоқ болғанын-ай, деп Жанар Розаны құшақтап өкіріп жылады. Үзіліс бітіп соттың екінші отырысы басталды. Сот: айыпталушы Құрманова Балайым, ортаға келіңіз. Балайым бетінен сойсаққан шықпайтын түрмен ортаға шықты. Мұзтау шаруа қожалығы банкрот деп есептелген соң, бал шарап, арақ шарап зауытын іске қосу процесі туралы қандай ақпарат бересіз? Зауыт акционерлерінің арасында Мұзафар Байназарұлы болды ма? Біздегі ақпаратқа сүйенсек, ол қарапайым директордың орынбасары ретінде жұмысқа қабылданған. Балайым Жәлелқызы:
Құрметті сот мырза, Мұзтау шаруа қожалығы банкрот деп танылғаннан кейін бал шарап зауыты іске қосылды. Зауыт директорлығына өзім тағайындалдым. Мұзафар Байназарұлын сенімді өкіл ретінде зауыт өндірісінің жұмыстарын атқару үшін орынбасарым етіп алдым. Прокурор Асылбек Жаманқұлов. Құрметті сот, осы жерде айыпталушы Құрмановаға сұрақ бар. Сот, рұқсат қойыңыз. Балайым Жәлелқызы, сіз бал шарап зауытын ашқанда қандай қаржының күшімен аштыңыз? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Мұзтау шаруа қожалығы банкротқа түспей тұрып, неге ашылмады? Неге Мұзтау шаруа қожалығы несие алғаннан кейін сіздің зауыт ашылды? Осы жерде сіз шаруа қожалықтың 50% акционері ретінде жүріп, бірден арақ шарап зауытын ашып, бөлек кеттіңіз. Қаржы мәселесін қалай шештіңіз? Рахмет. Сот. Сұрақ түсінікті болса, Құрманова жауап беріңіз. Балайым Құрманова. Мен шаруа қожалық банкротқа түспей тұрып, акциямды түгел алып бөлек шықтым. Мен шаруа қожалықтан кеткесін барып банкрот деп танылды. Мен қорғаушыммен ақылдассам деймін деп Балайым жауабын жаңылып рұқсат сұрады. Оның өтінішін қанағаттандырған сот күбірлеп кеткен халықты тыныштыққа шақырды. Сот. Құрманова Балайым Жәлелқызы, прокурор Жаманқұловтың сұрағына қатысты жауап дайын ба? Қорғаушы Дәулет Ниязов. Құрметті сот мырза, біз бұл сұрақты жауабына келесі сот отырысында анықтамалық құжаттар әкелу үшін рұқсат сұраймыз. Сот. Өтініш қанағаттандырылсын, құжатқа тіркелсін. Екінші сұрақ бойынша бал шарап зауытының жұмысына қатысты мәселелер талқыланып, қазіргі таңда уақытша жұмысын тоқтатып тұрғаны белгілі болды. Арақ шарап зауытындағы жұмысшылар келіп, бұл жағдайда Балайымның білікті басшы екенін, айлықтарын уақытында алып тұратындарын, зауыт жұмысының қызметін тоқтатпауын сұрайтындықтарын жеткізді. Сот олардың кейбірінің куәлік сөздерін тіркеп, кейбіреуін қабылдамай қойды. Әрі қарай сот үшінші мәселе бойынша жалғасты. Сот. Арыз бойынша үшінші мәселе Мұзафар Байназарұлының өліміне қатысты күдік. Сол күні болған жағдай туралы Балайым Жәлелқызының өз аузынан тыңдайық. Балайым Жәлелқызы. Ол күні біз кешкі асты ішіп барлығымыз теледидар көрдік. Сағат 11-лерде төсегімізді салып ұйықтадық. Таңертең 7-де тұрғанымда жұмысқа шығатын Мұзафардың ұйықтап жатқанын көрдім. Оятқаныма тұрмады. Жанына келіп қарасам, денесі сұп-суық екен. Жедел жәрдем шақырдым. Олар қарады. Содан соң олар таңғы 5-тердің шамасында жүрегі тоқтап қалғаны туралы сараптама жасап берді. Ештеңені түсінбей қалдым. Менің айтарым осы, үйдегілер де көрді. Мынау дәрігерлердің сол кезде берген сараптамалық анықтамасы деп сотқа тапсырды. Прокурор Асылбек Жаманқұлов. Құрметті сот, Мұзафар Байназарұлының өліміне қатысты сұрақ бар. Рұқсат па? Рұқсат қойыңыз. Мұзафар Байназарұлы оның алдында сізге денсаулығы жайында шағымданды ма? Болмаса, өзіңіз заңды некедегі әйелі ретінде оның бойынан қандай да бір ауырсынуды байқадыңыз ба? Қанша дегенмен, шаруа қожалығы банкротқа ұшырап, шаруа қожалықты тексеру кезінде оған біреулер қысым көрсетпеді ме? Содан жүйкесіне салмақ түсіп, сізге ештеңе айтпады ма? Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, Мұзафар қайтыс болған күні үйде кімдер болды? Бәлкім, үй ішіндегілерге айтқан шығар, олар сезген шығар ауырғанын. Рахмет. Сот. Сұраққа жауап берілсін. Балайым Құрманова. Мұзафар маған ешқашан денсаулығы жайында шағымданған жоқ. Мен көргелі ауырдым дегенін естімедім. Өзімде аңырап қалдым. Үйде күтуші қызым Назгүл болды. Азат деген жұмысшы бала бар, көмекші Майзада болған. Олар да білет, Мұзафардың аяқ астынан солай болғанын. Прокурор Асылбек Жаманқұлов. Құрметті сот, куәлік беруге үй ішінде болған кісілерден жауап алынуын сұраймын. Сот. Өтінішіңіз қанағаттандырылсын. Келесі сот отырысына Бекпейісова Айзада Жарасқанқызы, Бекпейісов Азат Тасболатұлы мен Саруарова Назгүл Абдуллаевналар шақырылсын. Қысқасы, сот отырысында тағы да шаруа қожалықтар жұмыс жасаған адамдардың куәлік сөздері тыңдалып, барлығы іс құжаттарына тіркелді. Балайымның куәгерлерінің барлығының сөздері жарамсыз боп, құжатқа тіркелмей қалды. Бірінші күнгі сот отырысы осылай аяқталды. Шаруа қожалықтың Балайымның қалай өткендігі туралы ақпараттар жиналып, сот отырысында құжатына тіркелді. Бір аптадан кейін Жанардың арызындағы екінші мәселе Мұзафардың жұмбақ өліміне қатысты жағдай туралы жалғасатын болды. Екінші сот отырысы. Бір апта өткесін әдеттегідей барлығы сот залына жиналды. Бұл жиынға Роза апаймен қосылып, көршілері Салиха мен Гүлнар да келді. Олар Мұзафардың өліміне қатысты куә болмаса да Балайым келгелі көршілерімен қалай қарым-қатынас жасағанын айтқысы келген.
Бәрі бір ауыздан қорғаушы Асылбектің іс құжаттарына қосымша дәлел ретінде енгізуге болады дегеніне байланысты сот залында балайымның көршілермен қатынасы туралы жайып саламыз деп дайындалған. Залда барлығы тынышталып соттың келуін күтті. Тұрыңыздар, сот келе жатыр, деді хатшы қыз. Барлығы орындарынан тұрып сот мырзаны күтіп алды. Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Бүгінгі қылмыстық іске байланысты екінші сот отырысын ашық деп жариялаймын. Хатшы, іске қатысушылар түгел келді ме? Я, құрметті сот мырза. Сотқа қатысушылар барлығы түгел. Сіздің шақыртуыңызды күтуде. Сот. Жәбірленуші Рахимова Жанар Тілектесқызы. Ағаңыздың өліміне қатысы бар деген күдікке қатысты сіздің тарапыңыздан тағы да қандай да бір ақпарат бар ма? Рахимова Жанар. Құрметті сот мырза, мен Атырау қаласына тұрмысқа шығып, ағам Мұзафар Байназарұлы Балайым Құрмановамен некелескеннен кейін ол үйге кіре алмадым. Себебі ағайынды екеуміздің араласуымызға Балайым Құрманованың көп кедергісі болды. Балаларды соңғы рет көргенінде 2,5 жасар Нұржан мен 4 жасар Балнұрдың айтуы бойынша Балайым Құрманова балаларға қысым көрсеткен. Бала ешқашан алдамайды, өтірік айтпайды. Дәл қазірде балалардың еш себепсіз жоғалып кеткені. Сот. Жанар Тілектесқызы, біз бұл мәселе бойынша арнайы баптармен қарастыратын боламыз. Сізде ағаңыздың өліміне ғана қатысты нақты дәйекті ақпарат беретін дәлелдемелеріңіз болмаса, отыра беруіңізге рұқсат. Рахимова Жанар. Құрметті сот мырза, осы жерде Мұзафар ағамның көршілері келді. Оларда Балайым Құрманованың өздеріне көрсеткен қысымын, суық қару қолданып қоқан-лоққы көрсеткенін айта алады. Ағамның өлімінің жұмбақ болуының себебі Балайым Құрманова ешқашан ауырмаған, денсаулығы сыр бермеген ағамды қолдан өлтіруі мүмкін ғой. Сот. Бізге нақты дәлел керек, мүмкін деген сөз дәлелге жатпайды. Балайым Құрмановадан қысым көрген көршілеріңіз болса, іске қосымша ретінде тіркеуге жарайтын фактілерін ұсынуына болады. Рахимова Жанар. Көршіміз Роза Әбутәліпқызы бар. Сот. Ортаға келсін. Нақты дәлелдері болса тыңдаймыз, дегенде Жанар ерекше бір толқыныспен Роза апайына қарады. Арт жақта отырған Роза апайы сөмкесін Салихаға беріп, үстіндегі көйлегін дұрыстап мектепте педагогикалық кеңесте сөз сөйлейтін адамша көзілдірігін киіп дайындалып шықты. Роза Әбутәліпқызы. Сәлеметсіз бе сот мырза? Сәлеметсіздер ме сотқа қатысушылар? Біз Мұзафар Байназарұлының бір топ көршілері келдік. Мұзафармен 20 жылға жуық көрші тұрдық. Алғашқы әйелі Нағима Бошан қызының көзі тірісінде көршілер бәріміз тату едік. Балайым Құрманова келгеннен кейін біздің ара қатынасымызға сыза түскені рас, оны барлық көршілері айғақтай алады. Балайымның суық қаруын көргендердің бірі менмін. Жанар Атырауға кетіп кешкілік Мұзафармен дастархан басында отырғанда Балайым келді. Мұзафар балаларды алып сыртқа шығып, ас үйде Балайыммен бірге бетпе-бет қалдық. Менің кінәм, оған көрші ретінде, әйел ретінде ақыл айтқаным ғана. Үлкендік ақылымды көтер алмай, маған ас үйдегі үлкен пышағын кезеніп, үйінен қуып шыққаны рас. Бұл жағдай менің ғана емес, басқа да көршілеріміздің басынан өткен. Менің айтпағым, адам баласына қару кезеніп, қоқан-лоққы көрсеткен адам барлық нәрсеге бара алады деп ойлаймын. Дәл сол сияқты ол суық қаруды үйдегі 2 балаға да қолданбағанына кім кепіл? Менің ойымша, Балайым Құрманованың суық қаруға деген жақындығы бұрыннан бар сияқты. Осы жағын тексерсеңіздер екен деген өтініш. Рахмет. Сот. Балайым Құрманова, сіз Роза Әбутәліпқызының айтып отырған уәжімен келісесіз бе? Балайым Құрманова. Жоқ, келіспеймін. Бұл әйелде басқа көршілерде жалған жала жауып отыр. Мен ешқайсысына пышақ алып, не қоқан-лоққы көрсетпегенмін. Үйіме келіп заңды некедегі күйеуім Мұзафардан ажыратқысы келгендері үшін ренжіп, үйге кіргізбей қойғаным рас, дегенде ортада қақиып тұрған Роза: астапыралла, сен нағыз өтірікші екенсің ғой Балайым. Мен үлкен басыммен елді алдап, саған қаралай күйе жағып тұрмын ба? О, тоба, бір Құдай білет, басқа айтарым жоқ, деп абдырап қалды. 10 бөлімнің соңы жалғасы бар.